Қазақстанда ең төменгі жалақы көлемі қанша болу керек? Бізде заңда көрсетілген мөлшері 85.000 ғой енді. Иә. Ол ең төменгі жалақысы. Бұл жеткілікті ме? Ең төменгі жалақы ол тек қана күнкөріске ғана жетеді ғой. Одан жоғарыға жетпейді. 85.000 теңге күнкөріске жетеді деп ойлайсыз ба? Күнкөріске біз әрқашан ойлауымыз керек. 85.000 теңгемен отбасы асырамайды. Ол бір адамның өзінің бір айлық күнкөрісі ғана есептелген ақша болып табылады. Соның ішінде жаңағы несі бар, коммунальный услугина бір басқа шаққанда есептелген. Әрине минималды түрде енді ол әупірім жетеді ғой. Бірақ мен өзім жеке басым белгілі біраз адамдардан сұрап көрдім, ең төменгі жалақымен өмір сүретін алатын адамдар. Көп жерде, көп мекемелер сол 85.000 теңгеге қоса жаңағы жұмыс істейтін стажына байланысты, категориясына байланысты. Осындай ақылар қосқан кезде кішкене одан да жоғарырақ қолдарына түседі. Қысқа жауап беріңізші, ең төменгі жалақы көлемі қандай болу керек? Адам тиісті өмір сүру үшін. Жалпы мен айтайын, бізде ең төменгі күнкөріске жетеді. Ал енді сіздің сұрағыңыз нормальды өмір сүру үшін жалақы қандай болу керек деген сұрақ. Нормальды өмір сүру үшін әрине кемінде 150-ден кем болмау керек.